қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмада бұл суреттерде балалар ұстаздардан сабақ алып ілім үйреніп отырғанын көруімізге болады. Сол себепті бүгінгі біздің тақырыбымыз баланың алғашқы мектепке баруы туралы болады деп ойлаймын деп жауап берулеріңізге болады. Ал екінші тапсырмада мәтін бойынша сұрақтар құрастырамыз. Бірінші сұрақ: тілашар дегенімізді қалай түсінесіңдер? Екінші: тілашарда үлкендер жас балаға қандай бата тілек айтатын болған? Үшінші: бұрынғы заман мен қазіргі заманның оқуында шәкірттердің білім алуында айырмашылықтар бар ма деп сұрақтарды құрастырамыз. Тілашар мен білім алу ұғымдары бір-бірімен тікелей байланысты деп ойлаймын. Себебі ұстаз алдына келіп жас буын білім алады, ой өрісін кеңейтіп дамиды деп екінші тапсырманы толыққанды орындаймыз. Ал үшінші тапсырмада алалы жылқы ақтылы қой, көп малы бар дәулетті адам, қоңыртөбел шаруасы барлар, тұрмысы орташа, жаман да емес, жақсы да емес адамдар, саптаяқты қайраны бар кедей, тым кедей емес, бірақ аз ғана тамағы бар адам, қолдағы барымен дастархан жасау, бар нәрсесімен қонақ күту, тілін ашып беру, кішкентай балаға сөйлеп үйрету, қара таныту, біреуге әріп үйрету, жазуды оқуға үйрету, көзі қарақты болғандар, көп оқыған білімді адамдар деп мағыналарын ашып жазатын боламыз. Ал сөйлемдер құрастыратын болсақ, ауылда алалы жылқы ақтылы қойы бар бай адамдар да болған. Әкеміздікі қоңыртөбел шаруасы бар отбасы бізге жетеді. Көршіміз кедей болса да саптаяқты қайраны бар адам еді. Әжем келген қонаққа қолындағы барымен дастархан жасады. Анам кішкентай інімнің тілін ашып берді. Мұғалім бізге қара танытып әріп үйретті. Әкеміз көп кітап оқыған, көзі қарақты адам болған деп сөйлемдерді құрастырып үшінші тапсырманы орындауларыңызға болады. Ал төртінші тапсырмада берілген мәтінді тиянақтап жинақы мәтін құрастырдық. Тілашар баланың алғаш рет білім жолына қадам басуына арналған ерекше дәстүр. Ертеде ауқатты байлар баласын алыстағы медреселерге оқуға жіберсе, қарапайым халық ауыл молдаларына сеніп тапсырған. Баланы оқуға апарғанда оны жуындырып, тырнағын алып, жаңа киім кигізіп, қолдағы барымен дастархан жайып үлкендерден бата алған. Сол сәтте айтылған: молдеке, сүйегі біздікі, еті сіздікі деген сөз білім мен тәрбие аманаты ұстазға тапсырылғанның белгісі еді. Тілашардың басты мәні балаға білімнің алғашқы есігін ашып, оның оқуға деген ынтасын ояту. Ал бесінші тапсырмада буын үндестігі не бағынатын сөздер баланың ұстаз, алғаш, қожа, молда, алалы, жылқы, бұхара, самархан, орынбор, бала, ата-анасы, баласын, мұсылманша. Ал дыбыс үндестігінде адамдардың көбі кейінді ықпал, ашып беріңіз ілгерінді ықпал, болғандардан кейінді ықпал деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Алтыншы тапсырмада ой толғау жазамыз. Бұрынғы қазақ ауылында тілашар дәстүрі үлкен бір мереке еді. Баланы алғаш рет оқуға апарарда ата-анасы қолдағы барымен дастархан жаятын. Үлкендер бата беріп, тілі ашылсын, оқу білімге құштар болсын деп тілек лебіздерін жеткізетін. Әке-шеше баласын ұстазға молдеке, сүйегі біздікі, еті сіздікі деп аманаттап тапсыратын болған. Бұл білімге деген құрметтің, ұстазға деген сенімнің айқын белгісі еді. Ал қазір тілашар жаңа сипатқа ие. Бала алғаш мектеп табалдырығын аттағанда ата-анасы қуанышпен дастархан жаяды. Жақындарын шақырып шағын немесе үлкен той өткізеді. Бұрынғы тілашар ауыл молдасына баласын жетектеп апарумен байланысты болса, қазіргі тілашар мектеп пен ұстаз алдындағы алғашқы қадам. Өзгерген замандарға қарамастан тілашардың мәні біреу-ақ. Ол баланың білімге бастар алғашқы баспалдағы, ата-ананың үміті мен тілегінің айнасы деп 6-шы тапсырманы орындай аласыздар. Келесі қазақ тілі тапсырмаларын менімен бірге орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Комментарий жазып, лайк басып, менің каналымның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға рахмет.